Мен медицинаны таңдау себебім адамдарға пайдалы болғым келді және сол үшін таңдадым. Қазіргі кезде өзімнің жұмысымнан рахат аламын, себебі адамдардың осы біздің берген еміміздің арқасында жазылып жатқанын көріп, олардың алғысын естіп, одан ары осы медицинаға деген шабытымыз ашылады. Я эту профессию с детства мечтала и работала в терапевтическом отделении, набрала большой опыт. Очень много было случаев, конечно, в которых мы спасли людей. Я благодарна этим людям, которые всегда говорили, отзывались с благодарностью. И вот по сей день работаю в Кокжазых, в врачебной амбулатории. Конечно, работа у нас тяжелая, но когда от пациентов слышишь слова благодарности, становится легче. И быть полезной очень, я думаю, это очень такая нужная, хорошая профессия. Спасать человеческую жизнь значит совершать чудо. Я хочу видеть людей здоровыми, счастливыми, поэтому я выбрала профессию фельдшера, чтобы им оказать помощь при неотложных состояниях, чтобы предотвратить осложнение заболеваний. Мен осы саланы өз еркім бойынша таңдадым. Осы медицина саласы маған өте ұнайды. Ауылдық дәрігерлік амбулаторияда жұмыс жасаймын медбике болып, балалардың денсаулығын қараймын, олардың денсаулығына жақсы ем беремін, солардың жақсы емделуіне себепшімін, өте қуанамын, олар жазылғанда, олардың күлкісіне, бәрінен жақсы әсер аламын. Дәрігер мамандығын таңдаған себебім бала кездегі арманым, және де дәрігер мамандығы ең алғысы мол мамандық деп есептеймін. Әр адамның өмірінде мамандық таңдау уақыты болады. Мен мамандықты таңдаған себебім адамдарға көмегім тисін деп таңдадым. Менің таңдауым санаулы таңдау деп ойлаймын. Енді бұл мамандықты таңдағаным көбінесе себеп болғаны анам. Адамға көмек көрсеткен, ойлаймын, бұл өзіңнен шығып тұрған бір жақсылық деп ойлаймын. Не себеп, не үшін медицина саласын таңдағаным? Адамдарға жақын болу, адамдармен жұмыс жасау, олардың ауруын алдын ала анықтау және ауруына жол бермеу, емдеу скринингтермен және кішкентай балаларымызбен жұмыс жасау. Өз мамандығымды таңдағаныма өкінбеймін, сүйікті мамандығым, бүгін таңда осы жұмысында атқарып келемін.